Бұл видеоны 12 жастан асқан балаларға көруге рұқсат берілген. А вообще маған Вообще Хола, амигос, қалайсыңдар, задан қалай, жақсы ма бролар? Жақында жаңа жыл аясында маған 50 емес, артынан 0 қосып подписчик береді деген ойдамын. Ну, намек түсіндіңдер ма? Көп созбай, ал кеттік ал видеоға. Оның жонында Genital Justing. Бұл ойында сендер көтке кіресіңдер, я. Тура айтқанда ойында сендер Котак бас. боласыңдар. Ойында сендер көбірек очко жинауларың керек. Ал көп очко жинау үшін сендер көбірек көтке кірулерің керек. Ай, бля. Главный көттеріңді бермеңдер. Ойын соңында ең ұзын Котак. кімдігі сол жеңеді. Ойында 18 жаста ассаң да аспасаң да ойнауға болады. Өйткені барлығы да вообще похуй. ең бастысы атаңнан кіріп қалмаса болды. Şimdi sıkayım. Uyuyor твою мать. Пакет көр балапан. Ойын арқылы өздерін табасыңдар деген ойдамын, ал біз кеттік ал. 9-шы орында Story About My Ansel. Ойында бас қаһарман өзінің атасын жоғалтып алады. Атасын іздеп жүргенде сиқырлы әлемді ашады. Сол әлемде біз сол бір елдің адамдарын біреуін кездестіреміз. О, фу, блядь! Фу, ебище, блядь! Одан кейін бар біз сол елдің тұрғындарына барамыз. Сосын сол елдің корольдарын кездестіреміз. Сол кезде жаңағы көк қыз бізбен бірге барам деп қоймайды. Meni almaçı! Meni sen! Sarı mesela sen! Meni alıp götürüyorsun akı! Сосын біз оны ертуімізге тура келеді. Ой, бля. Ойын платформер стендер жасалған. Және де бірінші лицодан ойнайсыңдар. Ойында жұмбақтар шешіп сол елді зерттеулерің керек. Және ойынның атмосферасы да өте керемет. Егер сен паркур мен фантастиканы қатты ұнататын болсаң, онда осы ойынды ойнап көрсең болады. Сюжеті өте керемет, өте қызық ойындардың бірі. Ойын соңында атаны табасыңдар деген ойдамын. 8-ші орында Benze Exorcist. Бұл ойында сендер жас жігітке ойнайсыңдар. Ойын бойынша ол жігіт экзорцист қызметін атқарады. Және де қызметі бойынша ол адамдарға көмектесіп, жындарды қуу керек. Ойында сендерге дұға, келісу және де крест болады. Айтпақшы ана мемді білетін шығарсыңдар, я? Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Бұл ойын осыған арналған. Ойында скримерлер жоқ, сондықтан қорықпай ойнай беріңдер. Солай ма, отец Херасим? Егер осы видеоға 2 секундта лайк басатын болсаң, саған GTX 1650 DDR6-ны беремін. Ал егер үлгермесең, лайк маған, видео саған. 7-ші орында Sleeping Dogs. Бұл ойында сендер Вейшаным деген полицейскийға ойнайсыңдар. Және де ол өз қаласының ең керемет полицейскийі. Өйткені ол жауынгершілік шебер, жақсы жүргізуші, мерген және де жоғары интеллекті бар адам. Ойын 2012 жылы шыққан және де GTA-ға аумайды. Ойында маңызды 2 бандалық группа бар. Типа GTA сияқты балспен группы бар. Ойынның аты да қызық, қазақша аудармасы ұйқыдағы иттер. Ойын сендерге ұнайды деген ойдамын. Егер сендер салбай комп болсаң, ода ойнап көр. 6-ші орында Batman Arkham City. Экшн эвентер жанрда жасалған ойындардың бірі. Ойында сендер Бэтменге ойнайсыңдар. Және де зұлымдар жеңулерің керек. Онымен қоса Бэтменмен қоса женщина-кошкаға да ойнайсыңдар. Ойында сендердің басты жауларың қылмыскерлер. Және де Бэйн және басты қарсылас Джокер болады. Бұл ойын бойынша қосымша дополнение жасауға болады. Arkham City критика бойынша 10 балл алған. Яғни ең керемет ойындардың бірі болып табылады. Ал осымен видео бітті. Егер ұнаса лайк басамыз, комментарий жазамыз. Так, стоп, неге бесақ оян? Так, стоп, түсіндірем. Бұл видеоның бірінші бөлімі, ал екінші бөлімі кейін шығады. Сондықтан да келесі бөлімі қызық болады деген ойдамын. Бәріңе сәттілік, бәріңе пока, достар. Чё там, брат, как там, брат? Это вижняк.